Барлықтарыңызға сәлем. Тортилья лепешкасымен таңғы ас дайындайтын боламыз. Осындай тортилья лепешкаларын жақсы көремін. Таңғы асқа және полдниққа әртүрлі дәмді лепешкалар дайындауға болады. Ішіне өзіңіз қалаған неше түрлі начинканы сала берсеңіз болады. Ең алдымен жұмыртқамызды дайындап аламыз. Мен екі жұмыртқа қолдансам, соның 2 белогын, 1 желтогын пайдаланамын. Өйткені желток бізде майлы болып келеді. Сол үшін всегда солай 2 жұмыртқа қолдансам, 2 белок, 1 желтогын ғана пайдаланамын. Дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді сковородкамызды дайындай береміз. Сковородканы орташа отта біраз қыздырып алғаннан кейін осылай май жағамыз. Май жағып болғаннан кейін жұмыртқамызды салып, осылай тегістеп жібереміз. Жұмыртқа кәдімгі блины сияқты сковородканың бетіне бірдей болып жайылу керек. Бұл кезде бастысы сковородка орташа отта қызған болу керек. Астын қатты қыздырмаймыз, өйткені жұмыртқамыз тез пісіп күйіп кетуі мүмкін. Кішкене пісіп қалған кезде бетіне осылай тортилья лепешкасын жабамыз. 2-3 минуттан кейін астыңғы жағы да пісті-ау деген кезде осылай ақырын астыңғы жағын көріп, екінші бетіне аударамыз. Жаңа чөткамен май жақтық қой, сол үшін бізде ешқандай жері жабыспау керек. Жұмыртқаның бетіне қалаған зеленді себуге болады. Одан кейін сырды себеміз. Сырды сеуіп болғаннан кейін бір жақ бетін конвертик қылып жауып, қызарғанша, тортилья қызарғанша пісіреміз. Бір жақ беті қызарғаннан кейін екінші жақ бетіне аударып, тағы 2-3 минуттай ұстаймыз. Осымен біздің дәмді таңғы асымыз дайын. Сыр ішінде езіліп, еріп күшті болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге рецептім ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мен өзім дайындайтын дәмді әрі оңай қолжетімді ПП рецептермен бөлісетін боламын.